Екі мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институты Ақтөбе қаласында орналасқан. Бұл орталық Азиядағы әскери ұшқыштар мен инженер-техник мамандарды даярлайтын жалғыз әскери оқу орны. Әскери жоғары оқу орны майдандық, армиялық және әскери көліктік авиацияның ұшқыштарын, сондай-ақ ұшу аппараттары мен авиациялық қару-жарақты техникалық пайдалану, авиация ұшуларын басқару, ұшқышсыз ұшу аппараттарын басқару және пайдалану жөніндегі мамандарды даярлайды. Институтта курсанттарды даярлайтын қажетті оқу материалдық базалар бар. Онда профессорлық оқытушылар, ұшқыш инструкторлар, инженер-техниктер құрамының жоғары білікті мамандар ұжымы жұмыс істейді. Ұшу машықтарын болашақ әскери ұшқыштар заманауи тренажер үдеткіштерде және авиация техникаларында жетілдіреді. Құрылған уақыттан бері институт Қазақстан Республикасының қарулы күштері, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің авиациялық қызметі, Ішкі істер министрлігі мен төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы бөлімшелері қатарында әскери қызмет өткеретін 5000-нан астам маман даярлады. Әскери жоғары оқу орнында білім алу мерзімі 4 жыл. Институтқа түсу бірыңғай ұлттық тестілеу, талапкерлерді кешенді тестілеу, медициналық комиссия қорытындылары және дене шынықтыру даярлығына қарай жүзеге асырылады. Курсанттар оқу бітірген уақытқа дейін толық мемлекет қамқорлығында болады. Сондай-ақ оларға жыл сайынғы 30 күнтізбелік ақылы демалыс күні беріледі. Олар демалатын жерден және оқу орнына дейін тегін жол жүреді. Институтты бітіргеннен кейін түлектерге мемлекеттік үлгідегі диплом және лейтенант офицерлік атағы беріледі. Әуе қорғанысы күштерінің әскери институтына 17-ден 22 жасқа дейінгі, мерзімді әскери қызмет атқарған немесе атқарып жүрген 24 жасқа дейінгі, ал келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін 25 жасқа дейінгі ер азаматтар түсе алады. Оқуға түсу үшін жергілікті әскери басқару органына жүгіну қажет.